Сәлем, достар. Не үшін анасына қош келдіңіздер? Сіз білесіз бе? Не үшін тау жолы иректеліп жасалады? Осы сұраққа сіз қалай жауап берер едіңіз? Көп адамдар қиналмау үшін дер. Міне бұл басым көп адамдардың жауабы. Шындығында бұл сұраққа жауап өте көп. Сіз білесіз бе? Тауға қарай атқа мініп тыл жотаға шықсаңыз, аздан кейін мінген атыңыз сізге көнбей бірде, көлбеу бірде, тік жүріп иректеліп жүре бастайды. Бұл не үшін? Ол ма? Таудағы тауешкілерде солай жартастарда асыр салып жүреді. Өзіміз бағып жүрген қой, сиыр, жылқы секілді 4 тұлық малда тауда солай иректеліп жүреді. Олар салған жолда иректеліп кеткен. Не үшін? Тауға барғанда бізде солай иректеліп салған жайдақ жолмен жүреміз. Не үшін? Өйткені тіке қарай жүрсек қиналамыз. Аяқтарымыз ауырып, дәрменіміз құрып, жүруге шамамыз, күшіміз қалмайды. Сол себепті қиналмау деп айтатын шығарымыз. Қақа. Егер жылқы және басқа жануарлар сөйлей алса, оларда солай айтатын шығар деп ойлап қалам, өйткені барымыз бір әрекетті қайталаймыз. Бұлай ойлап қарасақ, адам мен жануарларда ұқсақ бір физикалық ақыл ой сана бар секілді. Егер сіз бұл сұрақты сол тауда жол салып жатқан бас инженерге барып қойсаңыз, мүлдем басқаша жауап береді. Өйткені олар жай адамдар секілді ойламайды. Олар не үшін болатынын жан-жақтылы ойлап зерттейді. Саралайды. Сандық цифрмен өлшейді. Содан кейін ғана іске кіріседі. Негізі олар ұшмаңызы шындықты негіз етіп жол салады. Бір, жол қауіпсіздігі үшін. Тік еңіс жол көлік үшін өте қауіпті. Өйткені көлік жоғары көтерілу мен еңіске түсу барысында көліктің қозғалтқыш мен тежеушіне өте көп күш түседі. Қауіп үлкейіп, жол апатты оңай туындайды. Ал иректеліп салған жол еңісті азайтып тікті қысқартқандықтан, көліктің қозғалтқыш мен тежеушіне түсетін күш зор мөлшерде азайып, жол қауіпсіз болады. 2. Жол құрылысы сапалы болу үшін. Таудың табиғи бедері тегіс болмайтындықтан ол жерге тік жол салу қиын да қауіпті. Оның үстіне тік жол салуға кететін адам күші, техника, уақыт, қаржы көп жұмсалып шығын зораяды. Ал иректеліп жол салынса, оңай, қауіпсіз болғандықтан жұмсалатын адам күші, техника, уақыт, қаражы аз кетеді. 3. Табиғи апаттан сақтану үшін. Әдетте таулы жерде жауын көп болалы, жауын шашын кезінде тік жолды оңай шайып кетеді. Қыс мезгілінде өте қатерлі, ал иректеліп салған жолда жол астынан суды ағызатын көпір салынып шайып кетудің алдын алады. Жол сапалы да қауіпсіз болады, сондықтан иректеліп жол салынады. Сіздің пікіріңіз қалай? Пікірге жазып кетіңіз. Құрметті оқырман, мұнанда қызықты сұрақтарға жауап алу үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз.